Ассалаумағалейкум құрметті достар, Спорт Пульс YouTube арнасында кезекті подкаст. Бүгінгі шығарылымның тақырыбы Европалық футбол және жүргізушілер Эльдар Аманбай және мен әріптесім Ербол Қайыров. Рахмет достар, ассалаумағалейкум. Бүгін Олжас бізге алдағы матчтарды талқылайды. Еуропада футбол маусым басталады, суперкубок бар дегендей, сондықтан да Олжасты арнайы шақырдық, арнайы қонақ ретінде, себебі бүкіл топ-5 чемпионаттарды қарайтын нағыз кәсіби комментатор. Жалпы қазір Олжас әсіресе Эредивизия. Эредивизия Түркия чемпионаты бар. Жалпы Олжас кім білмейді, бірінші бол YouTube арнасының амбассадоры, жүргізуші, редактор. Жалпы YouTube арнаға не қатысы бар, соның барлығы осы жігіттің Есі деуге де болады, есі. Футболкадан көріп. Смело. Жігіттер, енді Евро бітті. Бір ай демалдық қой, енді үлкен футболдан. Жалпы сағындар ма футболды? Мен демалмадым. Еурокубок матчтарға бардым, фильмдер түсірдім, Алматыға барып тұрдым, КПЛ-дің матчтарын көрдім, Еуроға бардым. Сондықтан да біз үшін футбол тоқталмайды. Біз әрқашанда бабындамыз, жүргіземіз де, сүреміз де, подкастқа бұл жерде сұрақты Ербол, үлкен футбол. Үлкен футбол. Мен үшін Қазақстан чемпионаты да үлкен футбол. Олжас үшін Эредивизия де үлкен футбол. Ой, Олжас? Ол не ғой, шаршағанда қалай? Негізі қазір матчтар көп қой жалпы Еуропа чемпионатында. АПЛ, Ла Лига, ол негізі шыны керек бұрынғыдай андай страйспен көрмейміз ғой қазір футбол, мойындай бір көріп. Білмеймін, сондай жаста шығармыз қазір. 30-дан ас 40-қа келіп отырып қой енді барлығымыз енді. 40-қа келіп отырып деген қалай кетті. Енді мысалға 13 жаста, 14 жас, 15 жас кезінде, 20 жас кезінде көрген футболдар басқаша ғой енді. Қазір олай көре алмаймын мен футболда. Ол кезде мысалға жанкүйер еді ғой шынымен. Кәдімгі ұйықтай алмай, жылап тұрып көретін ек қой, жеңіліп қалса. Бұлай енді шыны керек қатты сағым деп айта алмаймын. Қазір 15 тамыз күні Варшавада Европа суперкубогы болады. УЕФА суперкубогы ол жерде Мадридтік Реал, Италияның Аталанта командасын қабылдайды. Негізі Реал Байер ойыны керемет болушы еді бұл жерде. Хави Алонсо өзінің бұрынғы клубына қарсы. Негізі мен де Реал Байер матчын көргім келіп тұр, бірақ та келесі жыл мүмкін көреміз, немесе Хави Алонсо Реалдың бас бапкері атануы әбден мүмкін, 1-2 жыл ішінде. Сондықтан да бұл да матч жаман емес сияқты, себебі кезінде Аталанта А серияның аутсайдері болды, Б дивизионда өнер көрсетті, Росси сияқты футболшылар көрсетті, басқа да италиялық шабуылшылар. Есімде ұзын шашы кезінде Италия құрамасында ойнаған. Мен үшін ол команда лифт болды. Ал қазірдің өзінде Еуропа лигасының жеңімпазы. Миранчук кетіп қалды, бірақ Гасперини оған кез келген сәтте заменаны тауып бере алады. Сондықтан да Аталантаны аутсайдер деп айтуға болмайды. Дегенмен Реал үшін ол жай ғана жолдас матч сияқты, себебі олар суперкубокты бірнеше рет ұтты, Модрич сияқты футболшылар, Карвахал сияқты. Футбол сағындың ба деген сұраққа былай ғой. Футбол қазір несімен қызық? Сағынғанда емес, мысалы Мадридтік Реалмен қызық қой қазір футбол. Мбаппе келді та, мысалы маған қызық Мбаппе қалай. Бірінші ойыны қалай екен, маусымды қалай өткізеді? Мбаппе жаңа деңгейге шыға ала ма? Немесе кері кете ма азар сияқты деген сияқты сұрақтар тұр ғой. Және бұл Мбаппенің бірінші кубогы болуы мүмкін Реал сапында. Сондай бір мотивациялар бар, бірақ Гасперини және Анчелотти, классикалық италиялық екі тренер арасындағы не дейді, текетірес қызық болайын деп тұр. Гасперини мықты, бірақ Анчелоттидің құрамы мықты Атлантаға қарағанда. Анчелоттидің құрамы мықты, Анчелотти артистизм бар ғой, Хасанбай Дусматов айтты ғой тренер, әртістігіңді қос деп. Вот сол Анчелоттида бар. Менің пікірімше Мбаппе екінші таймда шығады. Қалай ойлайсыздар, негізі Килиан Мбаппе бұл Реалға керек пе, керек емес пе деген сұрақтар өте көп болды. Себебі алдыңғы маусымды қарағанда Реал чемпиондар лигасын ұтып алды, Реал жаңағы Ла Лиганы бір сол аяқпен ойнап ұтып алған, және бұл Мбаппені Анчелотти мен бұл жігітті 9-дықтың орнында көремін. Жалпы бізде Винисиус, Родриго, Мбаппе секілді жігіттер бір позицияға тіреліп қалмайды, барлығы бүкіл алаңда жүгіріп жүреді. Негізі Реал жаңа маусымда кем дегенде 75-80 матч өткізу әлбем мүмкін, Жалпы неше 7 трофей ма?
сарапқа салынады. Сосын ұлттық құрамалардың матчтары болады. Сөйтіп Винисиус міндетті түрде жарақат алады, дисквалификация алады, оның мінезін бәріміз білеміз ғой. Сөйтіп Мбаппе орталық шабуылшы ретінде ойналады. Сосын сол қапталдан ойналады, Винисиустың орнына. Керек болса, оң қапталда да ойналады, Родригес сияқты мысалы. Дұрыс бол сенікі, бірақ Реалға міндетті түрде супер жұлдыз керек. Иә. Атам заманнан солай. Кезінде Зиданды алған кезінде бүкіл әлем шоке болған. Не деген, 70 миллионға сатып алған кезінде. Одан кейін Роналдоны қосып алды. Оны алды да Бекхэмді қосып алды. Сондай галактика жасап жатыр ғой қазір енді. Криштиану Роналдо алғаннан кейін үлкен бір трансфер керек та оларға. Өйткені анау бразилиялық ойыншыны алды ғой. Эндрик. Ол меніңше арендаға ма беріп жібереді. Кезінде Марсело сияқты 18 жасында келді. Винисиус секілді ғой, Винисиус кейсі мықты болды ғой. Жастай алды, Родриго мен саған айтайын, Мбаппенің жолында қазір Винисиус немесе Родригоны құрбан етіп жібереді олар. Екеуінің бірін сатып жібереді, өйткені Мбаппеға орын босатып беру керек. Мбаппе енді король ретінде келді деп айтпай ақ қояйын, бір ашылмаса ханзада ретінде келді ол. Мбаппе негізі алтын допты ұтуға келді ғой Реалға. Мбаппе ашылғанда ашылмағанда емес, бұларға маркетинг жағынан, ақша жағынан, реклама жағынан Мбаппе Переске керек, сол үшін алып отыр. Мбаппе деген енді президент деңгейіндегі адам ғой. Макрондардың өзі өтініш жасап жүрген адам ғой, мысалға. Қалшы деп жағы. Негізі Реалдың соңғы кездегі саясаты өзгерді ғой. Кезінде мысалы Галактикос болғанда, олар біртіндеп жас ойыншыларды ала бастады. Родриго келді, Винисиус келді, Эндрик келді, оған дейін қаншама Испанияның футболшылары болды. Енді қайтадан осы саясатқа оралды. Өйткені Флорентино Перес Галактикос жинағаннан кейін ол бір мерзімге кетіп қалды ғой клубтан. Сол кезде кішкене клубтың политикасы өзгерді. Ол қайтып сайланып алғаннан кейін бірінші кезекте не істеді? Кака, Криштиану Роналдо и Жозе Мауриньо. Мәссаған, салам алейкум. И қазір Криштианолар кетті, олар енді мысалға биік жоғарғы деңгейде ойнап жатыр, бірақ супер жұлдызы жоқ. Оған супер жұлдыз керек. Беллингем ше, Беллингем бұл енді жақын, бірақ та әлі де супер жұлдыз емес. Мбаппе емес. Беллингемнің андай несі жоқ қой енді, изюминкасы дейді ғой. Мықты ойыншы, артта жақсы ойнайды, алда жақсы ойнайды, бірақ енді Беллингемнің футболкаларын сатып аласың да, нақты позициясы жоқ еще. Мбаппені сатып аласың. Енді Анчелотти білесіздер ғой. Негізі Анчелотти үшін бұл соңғы маусым, және Анчелотти де айтып отқан G2 турнир ма? Сон G2-ін де мен ұтуға тырысамын деген. Мбаппе супер жұлдыз, сұрақ дау тудырмайды бұл жерде. Мен досым екі баласы, өткенде жылап жатыр дейді. Сторис қазақ қойыпты. Шетелде ғой. Мбаппемен суретке түсір деп. Кішкентай балдар ғой енді. Соларға шын 5 жасар, біреу 6 жасар. Суреті дейді әйтпесе, Мбаппенің плакат тұр, соның фонында суретке түсір деп жылап. Анау қайтып барып, сонымен түсіріп, сондай енді мысалға, сол анықтап береді бұл жерде Мбаппенің кім екенін. Мбаппе суперкубокта бірінші минуттан алаңға шыға ма деген сұрақ. Қазір өйткені көбісі Беллингем, Родриго және Винисиус шығады деп отыр. Ол өзі кеше қосылды ғой командаға 2-3 күн бұрын. Дайын емес шығар. Мен негізі бір ақпаратты оқыдым кеше. Реал Чемпиондар Лигасының финалында ойнаған құраммен шығуға мүмкін. Бірақ та кім анау Кростың орнына Модрич және де Вальверде шығуы мүмкін. Вальверденің шығуы. Және де кім Начтың орнына Милитау шығады. Мүмкін. Солай ма? Кім сонда Чомини ма, әлде кім Камавинга ма? Меніңше Вальверде, Модрич. Барлығы жақында келді ғой негізі отпусктан. Көбісі дайын болмауы мүмкін. Сондықтан да өткенде жас балдарды ойнатып шығарып жатыр Барселонаға қарсы. Соларды шығара салуы мүмкін. Енді бұл жерде Аталантаға мүмкіндік бар ғой енді. Өйткені Аталантаның көп ойыншылары Европа чемпионатына қатысқан жоқ. Жоқ. Олар бұрыннан дайындалып жатыр. Финалдың аты финал. Сол финалды Реал жеңеді. Қанша 6-7. Осындай финалдарда қалай ойнау керек екенін Анчелотти да команда да біледі. Сонда сен Аталантада бірде бір мүмкіндік жоқ деп ойлайсың ба? Мейлі бабында болмаса да мейлі бәрібір. Бірінші рет Аталанта суперкубок УЕФА-да ойнап отыр. Мүмкіндік жоқ па мүлде? Бар мүмкіндік әрине. Мүмкіндік жоқ деп айта алмаймыз. Маусымның басы, бірақ мүмкіндік аз Реалға қарағанда. Бірақ мүмкіндік бар. Аталанта негізі миын ашып жібереді любой команда. Прессингпен жақсы ойнайды ғой. Гасперини деген негізі бар ғой. Мықты тренер ғой. Сондықтан енді шанс бар. Миранчук Аталантадан Атлантаға ауысып кетті ғой. ақш-қа кетіп қалды. Бір әріп өзгерді. 2-3 есе жалақы жоғары. Бір әріп өзгерді. Бірақ ана сен есімде, мен бір Европа чемпионатын қараған кезде сен бір Италияның матчын жүргізесің.
ретеги деп қайта соны мақтап, мына ойыншы не істеп, мақтап дегенде енді былай ғой, кавычкам, мына ойыншы не істеп жүр Италия құрамында, сай емес, сол жігітті алдырыпты ғой, Аталанта. Италияның ойынын мен жүргізген жоқпын ғой. Жүргіздің ба? Ретеги. Жүргіздім. Жеңіліп қалған ғой Испанияға. Сол кезде сол ретеги не істеп жүр, бұл қандай ойыншы кезінде Дель Пьеро жүруші еді, мынаны не істеп жүр деген бір есімде айтқан. Мен сол ескі old school нем ғой енді, бұрынғы сол Дель Пьеролар. Солар ғой мені футболға ғашық қылған футболшылар. Сондықтан да олар, мыналардың фонында олар мықты болып көріне береді. Лукманши 3 гол салған финалда Байерге. Ол жігітті негізі қалыпты. Ол да бар, иә. Жылдам. Ол қалай қалды? Атлантаға мен түсінбеймін. Неге алып кетпеді оны? Челси алып кету керек еді. Интуициясы зор ғой. Челси ойлаған шығар, 45 ойыншымыз бар, 46-сы керек жоқ. 46-сын алды, 47-ші болсын. Негізі бағана Олжас, Дель Пьеро, басқа футболшылар есіне түсірді ғой. Мен үшін Аталанта кезінде А сериясында аутсайдер болған командам бағана Росси деп жоқ, Кристиано Дони нағыз шабуылшы болды ғой. Инзаги да Аталантада ойнады ғой. Инзаги қайсысы? Филиппо Инзаги. Жас болғанда ма? Иә. Вот именно кім Кристиано Дони есімне қалды, себебі ол 20-25 гол соқты. Италия құрамасын шақырды ол. Ал Инзаги есімде жоқ. Сол Аталанта енді суперкубок матчын ойнайды. Қалайша, иә, бір 5-6-7 жылда осындай заман тез өзгеріп барады. Негізі Гасперинин футболына көп футболшылар шыдамайды. Мысалға сол Дуван Сапата кезінде жақсы ойын, Мюриел деген шабуылшылар болды ғой. Көбісі біз шаршаймыз, біз ондай футболға. Паул Гомес сол екеуі ашық ерегісіп алып кетіп қалды. Ортан қол футболшылар алады. Кім жұмыс істейді? Солар қалады. Гасперини енді үлкен клубтарда да жұмыс істей алмайды. Интерде ол бір маусым болған, негізі ортан қол клубтарды жаттықтырған. Осы Аталантамен бағы ашылған бапкер ғой. 4-ші орын или 5-ші орын алды ма бұл кезде? Сондай бірдеңе болды, бір жыл жұмыс істеді. Чемпиондар лигасында ойнады емес пе? Кезінде ширек финалға дейін барды, мен жаңылмасам. ПСЖ-ма біреуге ұтылып қалды. Негізі жақсы команда. Жалпы енді сол Реалдың мүмкіндігі әлдеқайда жоғары, Реал жеңіске жететіні анық сияқты. Дегенмен де бұл осы маусымдағы алғашқы ойындардың бірі Реал үшін. Сол себепті мен Аталанта бір сенсация күтемін бұл командадан. Өзім білмеймін. Өйткені қазір енді Реал Аталанта дегенде, бұл жігіттер оңай ұтамыз деген бір секілді сезім болса, ал Аталантада керісінше мотивация бар. Біз әлемнің үздік клубын бағындырамыз деген. Мен ойлап отырмын сен, біздің бәленшебет деген достарымыз осынша коэффициент беріп тұр деп айтамын. Жоқ, ондай. Ей, қайда қарап жүрсіңдер? Беттер. Ендеше басқа да қызықты жаңалықтар өте көп. Келесі аптада топ 5 лиганың 4-еуі басталады. Испаниядан бастаймыз, Англиядан бастаймыз. Білмеймін қайсы, Ла Лига немесе АПЛ. Англиядан бастайық. Кеше ғана суперкубок өтті, Манчестер Юнайтед біздің жақсы көретін олжас клубымыз. Өкінішке орай Джейдон Санчо тағы да бұл жерге косякқа тықты, Тен Хагты. Бірақ Тен Хаг айтты, мен бәрібір Санчо біздің пенальти тебетін футболшылар тізімде қалдырамын деген. Манчестер Юнайтед олжас биыл 8-ші орыннан жоғары көтере аламын. Көтеріледі, иә. Неге? Өйткені Еврокубок жоқ. Лига Европа бар. Лига Европа бар ма? Тен Хагтың соңғы мүмкіндігі. Жалпы Тен Хаг биыл негіз кету керек еді. Тухель келісім бергенде Тен Хагқа айтшы. Басқа бапкер жоқ сияқты. Ол қазір Делик табатыр ғой. Делик, Мазрауи, сосын жартылай қорғаушыны аламыз деді. Мазрауи неге батыр түсінбедім мен. Өйткені Ван Бисакалар кетіп жатыр ғой. Ван Бисаканы ар жаққа Вест Хэмға жіберіп жатыр 15-ке. Бір марокканец болу керек сияқты оның командасында. Ана Болониядан шабуылшы алып жатыр, иә? Алып қойды уже, зердізен. Алып қойды. Мықты ма? Көрмедім мен. Ол шыққан жоқ. Ол Болония сапында андай шабуылшы ғой. Андай болады. Жокер сияқты ма? Эгоист емес. Тонкий ойнап, пас беріп, удобный позицияға шығарып жіберетін сондай. Сондай шабуылшылар болады ғой. Сондай да. Жақсы жігіт. Негізі АПЛ-ды биылғы маусымда өзгермеген жалпы команда ол кім? Манчестер Сити. Өзінің бүкіл футболшыларын қалдырды, Эдерсонды қалдырды, Савиньоны алды, және Де Брюйне қалды, Савиньоды 20 миллионға алып келді ротация үшін. Манчестер Сити соңғы 7 чемпионаттың 6-ын ұтып алған, және биыл оған не Челси, не Ливерпуль, не Арсенал, не Манчестер Юнайтед қарсыласынан, бірақ мен Гвардиола барда чемпиондықты мынандай дистанцияда, ұзын дистанцияда Артетадан күтуге болады негізі. Артетадан күтуге болады. Бірақ оның үстіне бұл Гвардиоланың соңғы маусымы ғой, Сити сапында. Меніңше бұл ставканы Элчеға қояды. Элчеға. Элче керек, бірақ та Элчеда Реал бар, иә? Элчеда алады да, биыл сөйтеді да
сигара шегіп тұрған сурет тарайды бүкіл жерге. Сонымен кетеді ғой. Кімнің орнына? Салам алейкум деп. Жалпы кете ма? Әлде бір Жоқ, ол Ситиден кетем деп айтты ғой, осы соңғы маусымда. Оның қандай командада көресің сен? Демалыс Мүмкін аяқтайды мансабын. Барселонаға отан бармайды ол. Иә. Өйткені оның туған ағасы Жиронада қазір. Ол Барселонаның қас жауы болды, өйткені Каталонияның, ол солар наоборот Жиронаны дамытып жатыр қазір. Бір конфликт бар ма, бір бәле негізі? Ой болмай ма? Негізі Гвардиола тек қана топ клубтарды жаттықтырды ғой. Бір андай бір ортаңғы клубпен жетістікке жеткен жоқ. Бір сондай бір клубқа барып, бәрін мойындатқысы келмей ме жігіттің? Футболшы кезінде сондай қателік жасаған ғой ол кісі. Енді бапкер ретінде қайталамайды ғой. Брешияға барды соңында. Иә. Кейін допингпен ұсталды, есіңде ме? Артетаның командасы. Бұлар да көп ойыншы алған жоқ. Ең бір жақсы трансфері жаңағы Райан сатып алды. Иә, және жалға берілді ғой. Болонияның Кейін жігіті енді қайтып Калафиориді алды. Калафиориді алды. Жалпы бұл трансферге бір ұмықты ғой. Жақсы, мощный. Мощный алды. Мощный. Көрдім оны. Анау кәдімгі андай защитник қой. Иә. Харизматичный. Шабуылға қосылады. италиялық па? Шабуыл қосылатын кезде шешуші сәтте барады, тәуекелге барады деген сияқты. Сондай өзі қорғаушылар болады өзі. Артетаға Артетаға былтыр ротациядағы жігіттер жеткен жоқ, өйткені жаңағы қосал құрамнан шығатын жігіттер АПЛ-да ол да бар. Осы маусымда Арсенал қаншалықты дайын чемпиондыққа? Тағы егер де тамыздың 31-іне дейін тағы 2-3 трансфер жасаса, онда мүмкіндік бар. Әрине біз біліп тұрмыз ғой, Манчестер Ситидің бюджеті қандай, Арсеналдың бюджетімен салыстыруға болмайды, Арсеналдың бюджеті әлде қайда төмен. Бірақ та жас футболшыларға сенім артады. Егер шынымен де осылай Савиньо сияқты футболшыларды олар Сити сияқты алса, Арсенал дамытса, мысалы кезінде Арсен Венгер солай жасады ғой. Онда чемпион атану әбден мүмкін. Мүмкін шынымен де Пеп Гвардиола осы маусымда ставкасын чемпиондар лигасына жасайды. Мүмкін ол жастың айтқаны дұрыс сияқты. Егер шынымен олай болса, АПЛ-ды Арсенал алса, ал Сити чемпиондар лигасын алса, ешкім қарсы болмайтын шығар енді. Себебі Арсеналдың жанкүйерлерін білеміз, Қазақстанда қаншама Арсенал жанкүйерлері тұрады, бірақ та мен оларды аяймын. Соңына дейін сенет и соң матчтың биыл чемпиондық гонкада олар Ситиге қарсы жақсы ойнады ғой. Бірақ олар кімге ұтылып қалды ма 2-1? Соңғы жағында біреуге ұтылып, екінші орынға түсіп қалды ғой. Бір ойын подвайт. Не жетіспейді Арсеналға? Арсеналға не жетіспейді? Тәжірибе. Арсеналға Терри Анри жетіспейді. Шеберлік. Денис Берхам жетіспейді. Иә. Пирес сияқты футболшылар. Пирес, Юнген жетіспейді. Жоқ, қазір Арсенал десен, бұрында енді Терри Анри деп айтасың. Қазір Арсенал десен кім еске түседі, ол жасайшы? Біріншіден, ойланбастан. Фабрегас. Жоқ, қазіргі Арсеналда ма? Айта алмайсың ғой, иә? Көшбасшыны айтасың ба? Жоқ, Арсенал десе қазір қандай футболшы? Символ прям. Осы Арсеналдың символы кім? Эдегор деп еске түседі ме? Зинченко. Салиба өзі бір сезон ойнады ғой. Сондай бір харизматичный бір ойыншы жоқ секілді байқайсың ба? Сол Фабрегас, Озил секілді. Капитан кім? Капитан кім оларда? Капитан кім? Эдегор ғой капитан. Эдегор бар екен ғой. Ешкім айта алмайсың, Хаверцті еске түспейді, Жоржиньоны да айта алмайсың. Меніңше сондай бір ойыншы керек. Кезінде Джаканың өзіне қаншама приво жасаса да, қанша нашар ойнаса да, Джаканың өзі Арсеналдың символы болады мысалы. Қазір ондай бір матерый футболшы жоқ, сол себепті білмеймін, Арсеналға мен биылдыққа да көп сенбеймін. Сол үшін мен айтам, Арсеналдан гөрі Ливерпуль жақсы ойнайтын секілді. Арне Слотқа сенесің бе сонда? Арне Слотқа емес, мен Мухаммед Салахқа сенемін мысалы. Қалды? Жоқ, Арне Слоттың бір артықшылығы, ол андай бір ол наглый бапкер, ол физикаға жақсы мән береді екен. Иә, оны адаптация керек қой енді. Ол негізі мен саған айтайын, андай бапкер ғой. Кішкене анау Мауриньомен текетіресіп бәрі наты барып сөйлесіп ше. Давай кел, шығайық деген сияқты. Сондай бір вызов тастауы мүмкін ғой ертең. Иә. Сосын олар негізі ол прессингке көп көңіл бөледі екен. Фейнордтың 1-2 матчын көрдім. Жақсы ғой. Жоғары көтеріледі екен. Доппен ойнаса да, допсыз ойнаса да, по-любому шабуыл. Голландиялық стилі ғой, жоқ енді Ливерпуль солай ойнады ғой. Ливерпуль солай Лчны ұтып алды, Ливерпуль солай АПЛ-ды ұтып алды. Бірақ та анау Юрген Клопптың харизмасы бар ғой. Жанкүйерлер жақсы көреді. Қысым бар, бірақ та по-любому жақсы көреді ғой. Арне Слотты біреу үшін сене ма? Қалай қабылдайды деп жатсың. Иә, соны айтамын. Енді бір маусым көреді ғой ертең қалай болатынын, чотам деген сияқты. Ливерпульдің болельшіктерінің магиясы бар. Немен бар ғой, бапкермен отношениясы әрдайым жақсы болған.
Клопқа дейін де жақсы болған Далглишім бар, ана кімдер? жақсы. Фейнордтан бірден Ливерпульға бару. Роджерстің кезінде де жақсы. Қателік емес па? Анау Бернли, Борнмут сияқты командалар неге алмасқа? Бірден Ливерпульға. Кім? Арне Слот айтты. Слот енді бірінші маусым мысалға ол жетістікке жеткен кезде случайность деп ойлауы мүмкін, Иә. бірақ ол 2 маусым жоғарғы деңгейде ойнағаннан кейін ойлады, Жоқ, мен ақылды айтамын. Ортан қол команда неге алмайды сонда басында? Бірден Ливерпульға. Слот па? Иә. Енді ертең проблема болмай ма? Ливерпуль өз шақырды ғой. Ливерпульде таңдау болды ғой, да Спортингтің бапкері бар ғой. Сонымен Слот болды. Олар Слотқа ставка қойды. Өйткені нидерландылықтар бар. Ван Дейк, Гакпо бар. Вот солар факторлар ойнайды ғой. Ал келеді, тіл табысады бірден. Команда лидерлері, команда болашағы. Мен анау кім Юрген Клоп ресми хабарлама жасағанда шорт-листі бәріміз оқыдық қой. Ол кезде қаншама жақсы бапкерлер болды. Біріншіде кім тұрған? Спортингтің тренері. Иә. Қазір қарасаң жақсы бапкерлер аз. Амарим. Қазір жақсы бапкерлер аз. Бұрын енді керемет, Клоп, Мауриньоны шақыру керек еді олар, бірақ. Мауриньо мощный бар еді. Бірінші маусым точно мощный, ар жағы көре бастайды ғой. Ар жақта уже сол кімдер келеді, Майкл Оуэндерді шақыра салады ғой сол кезде. Енді білмеймін, Манчестер Сити бұл жақта ерекше бөлек тұр. Челсиді қосамыз ба фавориттер қатарына? Ана Уэльсон Маресканы бапкер ретінде көп білмеймін, ана кезінде футболшы ретінде ойнағанда есімде. Бірақ та кім Лестерді шығарды ғой чемпионшиптан. Меніңше Мареска біз енді Англияда не отқан білмейміз ғой. Сол Қазақстан премьер-лигасы қазір періп отыра беретін қой мысалы. Мен түсінбеймін Челсидің басқаратын адамдар қалай ойланады. Вообще түсінбеймін. Немен ойланады? Негізі Почеттино маған бапкер ретінде ұнайды. Өткен сезонның соңғы жағында Почеттино команданы жасақтап, ойын құрып, енді өсіп келе жатқан кезде. Ал жоқ, Почеттино білесіздер ме, қателігі ол трансфердер өзім жасаймын, өзім таңдаймын деді ойыншыларды. Жоқ, басшылар айтты, жоқ, біз таңдаймыз. Сен материалмен жұмыс жаса, ол сенің жұмысын, бізге тиіспе. Құрамында 60 футболшы бар. Сол Почеттино айтты, жарайды жігіттер, онда біз ары қарай жұмыс жасауымыз керек. 46 футболшысының енді олар 26-сын қалдыру үшін нешеуін 20-сын жібереді ғой. Жоқ, Чалобан уже кетті деп жатыр. Ана Чуквуэмака деген Астон Виллада керемет ойыншы ойнаған еді, ағылшын құрамасында U17-те капитан болып, гол соғып, Астон Виллада арендаға барып, сол баланы тоже жіберіп жатыр. Білмеймін, Челси меніңше бір андай бір проект секілді. Бұрын енді Абрамович кезінде мықты. Абрамович кетіп келді, бұл проект құлдырап жатыр. Шыны керек. Жай ғана футболшылардың жиынтығы. Қазіргі Челси деп жай айтып сұрақ. Арсенал десе кім еске түседі? Челси десе білмеймін есіме. Ешкім салмайды. Бұл Челсида кім бар өзі? Энсо бар. Джеймс бар. Рис Джеймс. Энсо да кететін шығар мүмкін, өйткені француздардың бәрі отписать етілді оған. Мүмкін. Анау неге байланысты? Ол негізі қиын ғой, атмосфера ар жақта қабылдамайды ғой. Нкункудың сезоны болатын шығар биыл, Палмер екеуі. Ашыла ма? Былтыр жарақатына байланысты ойнай алмады ғой енді. Техничный футболист қой негізі. Германияда көрдік қой. Ортан қол командар бар, Тоттенхэм, Ньюкасл, Астон Вилла. Астон Вилла мысалға чемпиондар лигасында ойнайды. Несі жетеміз, ресурстары. Мықты командалар деп айтуға болады. Ортан қолдар деген Кристал Пэластерді айтсай? Эмериді білеміз ғой енді. Топ командада мықты жұмыс істемесе де осындай ортан қол командалар. Алады ғой, Севилья. Элчеға шығарды. Астон Вилла ғой сол кімді ұтып кеткен, Арсенал. Чемпионсыз. Содан ұтылмағанда осы чемпион болды. Оны Эмери өзінің бұрынғы командасын ұтып кеткен. Уоткинс бар. Жоқ, Астон Вилла мықты, олар еще кімді сатып алды ғой жаңағы Бельгияның кімі, Эвертон. Олар алғашқы чемпиондар лигасына шықты ғой. Қаншама ақша жұмсады ғой трансферлерге. Жоқ, 112 футболшыны сатып, біреуін Диабиді Сауд Арабияға сатты. Екіншісін 51 миллионға. Луис Пет Ювентуске сатты. 110 миллион алып болды екі трансфер. Керемет. Жоқ, бұл негізі керемет маусым. Меніңше бәрібір Манчестер Сити анық фаворит. Қалған клубтар енді сол Манчестер Ситидің және олжас айтпақшы Элчедағы ойынын күтіп, сол Элче матчтарынан кейін сәтсіздік күтіп, өзінің мүмкіндігін пайдалану керек. Мүмкін Арсенал, Манчестер Юнайтед, мүмкін басқа клубтар. Ла Лига. Бұл жақта енді Реал оқ бойы алды, бағана Реалды мақтадық. Меніңше биыл Атлетика таңғалдыратын сияқты. Қалай ойлайсыздар? Өйткені керемет трансферлер жасалды. Және осы подкасттың алдында Хулиан Альварес Мадридке келген суретін жариялапты. Хулиан Альварес Сорлотталды. Галахер далды. Енді Галахер жарайды енді ол. Ортан қол, сен де ортан қол ойыншы деп ойлайсың ба оны? Иә. Ол негізі Барселона олардың қарсыласы бұл маусымда, басты қарсыласы.
анау кімнің статистикасы өте нашар Барселонаға қарсы. Симеоненің. Соған жасақтап жатқан шығар қазір. Барселона. Екі футболшыны жаздайды қазір, біреуін алды да, Дани Ольмо келді. Енді Уильямс ауыса ма ауыспай ма? Мен шатасып кеттім. Ауыспайды. Атлетика Билбао Нико Уильямсты жақсы ақшаға сатқысы келіп тұр. Барселонамен келіскендей, тек Нико Уильямстың өзі қарсы болып тұр. Мен әлі барым келмейді. Ағасымен бірге қалам деп па? Иә, бірақ енді қысымға байланысты, семьясына қысым жасап жатыр Атлетика Билбао. Ол бүгін келісім берген сияқты деген бір ақпарат шықты. Енді Нико Уильямс, Дани Ольмо ауысса, Левандовский, Гюндоган, Ямалдарым бар. Испанияның енді футболшылары ғой. Қазір Испанияның футболы оқ бойы алды, Олимпиаданы ұтып алды, Евроны ұтып алды. Барселона бұл әсер етпей ме? Жақсы нәтижелеріне олжасы. Меніңше әзірше Реалға жақындаудың өзі. Барселона стадионды бітіріп алу керек болып тұр ғой қазір. Ақшаны үнемдеп, үйтіп олар негізі ішіндегі проблемалар бар ғой өздерінің. Андай кашаш шығып жатыр ғой негізі. Өйткені зарплатный ведомстволар өте балансы. Өйткені Френки де Йонг ең көп ақшалар. Ол енді оларға проблемный болып тұр. Кезінде алып қойған ғой енді. Сондықтан мен Барселонаны түсінбеймін шыны керек политикасын. Маркетинг жағынан жұмыс істеу керек сияқты оларға. Кім жағынан? Тағы да демеушілер тауып Барселонаға. Егер мен маркетолог ретінде алса, мен оларға қосымша 500-700 миллион табушы едім. Кімді табушы айтшы? Демеушілер көп қой. Қазмұнайгаз. Ноукамптың несінде шөбін сатты, білесің ба? Жанкөйлерге до такой степени уже ақша істеудің жолын. Анау Америкаға барып товарищеский матч ойнап келгендер бар ғой, сезонның ортасында қызып жатқан кезінде. Ақша үшін. Сол үшін енді бұл жерде Флорентино Коко Перес не ойнады, кәдімгі не қылып алды ғой. Білесіңдер ме, Реал чемпион болады деген монополист болды. Коэффициент қандай? Қанша? 1/7 дейді ғой. 1/7. Реалдың кезекті жеңісіне Ла Лигада 69% берген. Эксперттер 69%. Енді мынандай құраммен. Бірақ егер Нико Уильямс ауысса, Дани Ольмо ауысты ғой. Ямаль бар, Левандовский. Мен үшін шал, бірақ та жарайды. ойнап береді ғой. Анау Галицкийдің бір подкаст айтқаны бар, 100% прав дұрыс айтқан. Барселонаның ошибкасы олар қолдан екінші Месси жасағысы келеді, жастарды шығарады. И ол жастардың ересектер арасында тығып кірген кезде алады да оларды сындырады. Адаптациясыз бірден, иә? Ансу Фати сындырды солай, иә? Былтыр кімді сындырып тастады? Кімді? Ортада бар ғой. Габи мет? Педри бар. Мысалы, Габи сындырып тастады. Педри де жарақат алып қалып бастады. Өйткені жастайынан кіріп жатыр да. Мен айтайын, осы маусымда ертең Ямалды сындырып. Ұзаққа кетеді жарақатқа. Өйткені кішкентай бала ғой, сүйегі қатпаған. Қызы тастап кетті. Қызы тастаған жарайды. Анау енді мысалға Реалда ондай жоқ та. Олар кішкене жастарын. Мысалы Арда Гулерді соңында әйтеуір шығарып қояды 10 минутқа. Ойнай бер, бауырым. Бәрі жақсы болады. Сен біздің болашақ жұлдызымызсың деп. Ол соған мәз. Сол үшін мен ойлаймын ананы сындырып тастайды деп. Ямалды. Психологиялық тұрғыда меніңше Ямаль өте мықты футболшы. Өте мықты футболшы. Бірақ кімде солай еді ғой? Габи ортада жүретін. Точно айтып отыр. Габи ме? Дұрыс, Габи. О, кәдім барып ерегісіп, тіресіп, үйтіп, бүйтмен. Не істеді ақырында? Несін байлай алмайтын жігіт емес пе? Аяқ киім. Ақырында не істеді? Сындырды. Кресіп кетті бір жылға. Салам алейкум. Ол ертең оралады, формасына кіре ма, кірмей ма қайтып. Енді кіріп жатқан кезде тағысын кетуі мүмкін. Сосын Ансу Фати арендаға кетіп қалды, иә? Қайтып келді ғой. Брайтонға кетті. Енді ашыла ма қайтадан ашылмай ма? Кезінде бәріміз Ансу Фати. Енді дұрыс қой, потерянный талант, жаңағы Боян Кркичтің, Барселона всегда болады сондай бірдеңе. Сондай ойыншы шығарады да олар қолдан маркетинг солай. О, звезда екінші Месси. И всегда қадалады, болмай қалады. Екінші Месси болмай. Ямал енді бәріміз осы футболға дейін көз қарасымыз өзгертті ғой. 10 жас, 17 жас. Енді Құдай сақтасын. Бұл жігіт жарақат алмаса екен, талант қой, туған, көрініп тұр. Жарақат алып қалған ең жас футболшы болады ертең. Өте андай добрый адам екенсіз сол жассыз. Жоқ, өйткені ол жас кішкентай бала, ол кішкентай балалардың арасындағы чемпионатта ойнау керек. Кейін, 9 біткеннен кейін кеп мына ересектер арасында тіресіп ойнауға болады мысалы. Сондай нәрсе ғой енді. Иә. Шын ғой.
басқа клубтар кім бар бізде? Реал Сосьедад, Атлетико Бильбао. Эльче бар ма? Эльче. Мүмкін Севилья. Хетафе. Кім біледі енді. Рамос кетіп қалды, жарайды. Севилья ма? Хетафе туралы айтайын. Негізі Сосьедад ұнап тұр маған. Атлетико Бильбао бар. Өзінің ойыншыларымен ойнайтын. Испан лигасының ойындары бар ғой. Шын айтайын. Барса мен Реалдың қатысуында болғанды көріп, қалғанды көрмейміз ғой негізі. Севилья. Жирона Қызық емес маған. Кезінде Қазспортта Жирона матчтар жүргізгенде мұқият қарайтынмын мен оларды. Севильяны көрдім. Вильяреалдың ойындарын қаншама рет жүргіздім. Өзім 2 рет бардым Вильяреалға. Скучный футбол. Биыл сол үш команда арасында ғой деймін. Меніңше сол Барселона 2 алады, 3 алады Атлетико, Реал сөзсіз чемпион. Өйткені андай құраммен былтыр құрамын мен 90% сақтап қалды да, Мбаппені қосты, бұл енді бөлек. Одан бөлек бізге ең қызықты чемпионаттардың бірі болуы мүмкін, ол әрине неміс Бундеслигасы. Неміс Бундеслигасы ма? Эксперттер Байерге сеніп отыр. Биыл Байер, Хави Алонсо, Бонифаци, барын сақтап қалды да 1-2 ойыншыны алды. Ал Кейннің магиясы әлі бар. Компанияны не үшін алды? Басқа бапкерлер жоқ па сонда? Мен соны түсінбедім. Компания меніңше әлі әлсіздеу. Шығып кетті ғой АПЛ-дан. Тәжірибесі шығарды. Бірақ та Пеп Гвардиола оған керемет бір рекомендация беріпті. Олар негізі бапкер таппады, мен саған айтайын. Олар бапкер таңдауда негізі қателесіп жатыр ғой. Бәрі Тухелді шығарып жібергеннен басталды ғой негізі. Тухел деп, Нагелсманды. Содан кейін Тухел келіп, мына жақ басқарамай жатыр, енді компанияны шақырып, білмеймін, мен көреміз. Компания 50-50 ғой. Тухелдің ең басты қателігі, ол жаңағы футболшыларды дұрыс ынталандыра алмады дейді. Өйткені футболшылар бәрі өз бетімен ойнайды. Допты Гнабриге бересің, ол алады да флангымен жүгіріп, жай пастрес жасады, кімге жасады, не жасайды. Сол сияқты бұл жерде Гареска мен Кимикті бұлар дайын емес, кекілжін болды дейді арасында. Сөйтіп компания бұрынғы авторитеті бар, енді бапкер, ойыншы, жақсы ойыншы болды. Бірақ бұл жігіт Германияда әрине чемпион болса болады, бірақ чемпиондар лигасында Бавария қиын болады ау биыл. Чемпиондар лигасына олар енді мысалы акцент қойып отқан жоқ па? Акцент қойып отқан жоқ шығар. Ішкі біріншілікте қайтып чемпион қайтару керек. Кейн ұта ма бірінші трофейді? Ұтады. Кейн ұтады осы жолы. Кейн. Сенем саған деп бауырым. Егер чемпионат алмаса да кубокта жеңілсе шығар енді Бавария. Бұлар ертең суперкубокта да ойнай алмайды ғой. Өйткені үшінші орын Штутгарттың. Штутгарт Байер ойнайды жалғасам. Боруссия Дортмунд өте көп ойыншыларды алды, өте көп ойыншыларды сатты. Бірақ та Хумельс кетіп қалды енді. Хумельс кетіп қалды. Санчо кетіп қалды. Система құрғышы ойыншы дейді мысалға. Әрбір не шеттен бір керемет ойыншыдан. Алерда кетіп қалды ғой? Білмеймін ол жағы. Ройс кетті. Максимилиан Байер келді. Енді кім бар? Шлоттербекті сақтап қалды, әйтеуір. Мықты ғой енді. Зюлен сақтап қалды. Зюле қазір қарынды кетіріп, Зюле братан, айтып жіберсін бізге. Қалай істеуге болады деп па? Байер, ол пиваны аз ішу керек ол. Байер чемпион бола ма қайтадан? Чемпион? Байер чемпион ба? Иә. Өйткені бұларда ең басты жоқ, қазір чемпиондар лигасы осылады ғой. Иә. Екі жаққа күш жете ме? Жоқ, жарайды, олар 1-8-ге шығады. Қадалат болды. Оларға жетеді сол. Ақша табады, чемпионатқа қайтадан көшеді, болды соларға жетеді. Анау Байерге чемпиондар лигасы не керек? Ақша табады, болды, ширек финалға шығады максимум. Сол жетеді оларға. Кезінде шықты ғой, бірақ Реалмен ойнады ғой. Жоқ, Байер бұл жолы чемпион болады деп ойламаймын. Сенбейсің ба? Өйткені былтыр енді олар не болды ғой енді? Сол командалық атмосфераны сақтап тұрды да, сонымен недооценка болды ма сонда? Байерге недооценка болды ма қарсыластардан? Сен маған слот туралы айттың бірінші маусымда. Жарайды, екінші маусымда дәлелдеді. Әрбір матчта 1-0, 2-0 ұтылып жатады да шығарады. Енді 1-2 матч қатарынан болса мен енді жарайды бұлар. Визион деші. Байердің камбэгі 7 ма, 8 ба сондай. Ең көп камбэк жасаған команда ғой негізі. Енді ол характер ол бар, ол визион, сәттілік бар. Көп нәрсе байланысты. Алонсоға жалпы енді көп қазір реклама кетіп отыр ғой. Бұл мықты бапкер, Реалдың келесі бапкері. Ұнайды ма саған Алонсо? Иә. Керемет бапкер. Ұнайды маған. Ойыншы ретінде де ұнаған, бапкер ретінде де ұнайды. Екінші Гвардиола шыға ма бұл кісіден? Ол бірінші Хави Алонсо шығатын шығар. Одан көбірек па? Өйткені екеуінің футболы ұқсамайды ғой, бәрібір. Жоқ, міне ұту жағынан, трофей ұту жағынан. Бұл енді ол салыстырмауға болмайды шығар әлі. Гвардиола қайда кетіп қалды. Меніңше Хави Алонсоға қазір
осы маусым бітіреді ғой, ол Ситиға баратын сияқты. Реалға емес. Гвардиола кетеді ғой. Ол Ситиға баратын сияқты. Неге Ситиге? Шейх көкелер. Анчелотти кетеді ғой. Ақша. Бұл жақтан Анчелотти кетеді. Кетпеуі де мүмкін ғой, қаяқтан білесіңдер. Иә, ол да бар. Анчелотти өте комфортын сезінеді өзін Реалда. Оның баласы да өте қазір тренерский штаб мықты ғой негізі. Егер баласы шынымен де өзінің бапкерлік мансабын бастаса ше, мысалы Францияға шақырды оны. Мүмкін, иә. Италияда Реалдан бастамайды ғой енді. Италиядан бастайтын шығар. Бірақ қазір Испанияда өте көптеген бұрынғы футболшылар жас Кастильяда жұмыс жасап отыр. Бұлар Фернандо Алонсо, Фернандо Торрес, Арбиоло деген жігіттерді өте көп мақтап отыр. Айтпақшы Фернандо Торрес мықты дейді. Мүмкін соларды жаңағы топ клубтар алып кететін сияқты. Жарайды, немес Бундеслигасы түсінікті. Серия А. Бұл жерде өте қызық, көп. Өйткені Мотта келді Ювентуске, Фонсека келді Миланға, Милан Маратаны алды. Интер бүкіл составын сақтап қалды, бір-екі ойыншы қосты. Италия сериясы. Қарайсың ба, қызық па? Кім қарайды? Мен қызық қарайтын чемпионат. Мен Тиаго Мотта үшін қараймын. Ювентус. Жақында ғана ойнады ғой. Енді бапкер атанды. Енді Болонияны чемпиондар лигасына шығарып отыр ғой. Иә. Қайдағы бір Болонияны аз бюджетпен солай істеп отыр ғой. Футболшылар көп. Мысалға маған Италия сериясы ұнайды да. Кім ұнайды маған? Италия сериясы бұрынғы АПЛ-ға ұқсап барады ғой қазір. 4-3, 5-4 сондай жүр тұр. 3-3, 2-2 деген сияқты. Стадиондарын жөндесе, онда қарауға болады серия. Мықты, е? Андай стадиондары бар енді, кішкене бірақ ескілікті салды. Ескі. Артемий Франки атындағы стадионда подвалдан шығып келеді ғой былай. Енді қазір Италияда не өтпей ма? Чемпионат Европа Түркиямен бірге, жалмасам. Сол жерде жақсы инфраструктураны күшейтетін шығар. Интер чемпион ба? Өйткені көптеген эксперттер бұл жерде Инзагидің командасын әлі мақтап отыр. Себебі бұл жерде барлық өз орнында, барлық лидер сақтаулы, ал Милан Наполиге сенбейсің ба сонда? Наполи енді Осимкенді Фича қалды ма? Жоқ, қараш, Конте келе салып, маған Осимкен емес, маған Лукаку керек деген не әңгіме ол? Мысалға. Конте бар ғой, саған айтайын. Ол Италия чемпионатымен өте жақсы таныс, командаларды білетін мафия ғой, короче. Ол негізі бірдеңе істеуі мүмкін Интерге қарсы. Интер енді айқын фаворит. Интердің ойыны ұнайды маған. Керемет ойнайды. Керемет, динамичный футбол, темп ұстап тұрады соңына дейін, тоқтамай шабуылдайды. Қапталдағы ойыншылар да керемет. Ортада енді Чалханагулардың пастар бәрі, Мартинес, Бомбардир, Чурама көмектесіп жүр. Қорғаныстағы ойыншылар мощностьте болған. Қақпашысын алып алып. Интердің дәуірі басталды кезінде, мысалы Ювентустың дәуірі болды ғой? Бірінші рет Скудеттаны алды ғой. Аллегри кезінде ғой. Ювентуста енді анау Мотта өзінің ойынын қою үшін біраз енді бір жыл уақыт береді. Аса ешкімді алмады, байқайсың ба трансферде? Ақшалар жоқ. Ақшалар жоқ, бар болғанда ол анау продажаға қойды ғой деймін негізі. Аньелилар отбасы. Наконец-то. Қазақтар сатып алса ғой Ювентусты. Ромаға ешкім сенбей ма сонда? Қайрат Боронбай сатып алса, жүлдеге ілей ма? Рома. Білмеймін, Романы енді қазір Маурини кеткен соң кім баптайды? Жоқ, ол Италияда всегда андай ғой, доминант командалар подряд тұрады ғой. Ювентус 7 рет, 9 рет алған кездер болды. Интерді солай істеген кездер болды. Алдында Милан андай жоқ қой, выскочкалар. 2000 жыл болды бір рет Наполи шықты болды. Былтыр Наполи шықты. Оның өзінде өздері қырылып ақырынан Спалеттиді құртып, былтыр не болған көрдіңдер ғой. Бұл жақта енді Фабрегастың командасы шығып отыр ғой, Комо. Енді бұл жерде енді Рафаэль Варан бар. Кішкене өсек болсын. Ардагерлерді алып жатыр ғой, Пепе Рейна сияқты футболшыларды. Кім тағы? Өсек болсын енді айтып отырайық. Мынау Комо деген Милан қасындағы не ғой? Қала ғой. Ана Миланда Берлускониді жақтырмай қуып жіберді, кезінде сатуға мәжбүр болды. Милан болельщиктер жақтырмайды. Ол на принцип Комоны алып, Миланды на принцип өлтіріп жатыр мысалы. Вот сондай факт бар. Бұрын Миландағы нөмір 1 команда Милан еді, қазір Интер. Милан, байқасаңдар қазір, Сан-Сиродағы ойындарын, мысалға суббота күні кешкі ойындарға қоя алмайды. Интер қояды всегда. Интер диктует, короче. Центральный матчтар Интер өзіне ыңғайлы уақытқа қояды.
Ал сол күні Милан уже гостях ойнап жатыр. сырт алаңда. Сосын өзінің матчтарын воскресенье күні түнде әйтеуір үйтіп өткізеді. Жұмыс күніне дайындалып Соның бәрін істеп жатқан, против жұмыс істеп жатқан Берлускони көкеміз. Әлі күнге шейін тірлікке араласып жүр. Берлускони неше 3-4 клубы бар дейді ғой. Монсаны және алды, иә. Одан кейін Комоны жақтап жатыр. Комоны шығарып жатыр, мына жақта Фабрегас шықты. Ол ертең мысалға Милан дальше қысып, соңында тақырға отырғызам деген мақсат қойыпты. Әрине ол кісі енді қазір 90-ға келіп жатыр енді. Ұзақ ғұмыр берсін, уақыт жете ме жетпей ме білмейміз. Иә. Тепсіге саласың ба? Пиолидің орнына жаңа бас бапкер келді ғой енді. Пауло Фонсека. Сол туралы талқылайық, Пауло Фонсека. Білмеймін, Пауло Фонсека енді Шахтер кезінде оңаған негізі футболы, бірақ Европаға ауысқан. Мен қателеспесем Ромада істеді ғой кезінде. Қайда? Ромада да істеді, АПЛ-да да істеп келді. Жалпы өзін-өзі таба алмай жүрген бапкер ғой. Милан деген енді оған аванс. Миланды не ол өлтіру мүмкін до конца, немесе Миланда да Пиоли не нормально жүреді. Нормально ғой, иә. Неге ауыстырды сонда? Болашағы бұлыңғыр болып тұр қазір. Команданың тағдырын. Бұлыңғыр елесі сияқты ма? Жоқ, қайта қарасаң, Леау бар, мысалға, состав мықты, Миньяным бар қақпада, Маратаны алды, енді кіргізетін шығар осы жол голдар Италияда. Өйткені Ювентус кезіндегі Марата. Марата көп гол соқпаса да, анау кім Жиру сияқты өте пайдалы. Сен бағана айттың ғой, кімді, анау Болонияның шабуылшысы пас береді, мынау да Марат сияқты. Марата деген негізі кішкене ағаштау корпуспен Марата чемпион Европа болса да, Испанияға қалай көмектесті ғой Ерон кезінде. Өзінің командасы ғой. Офсайдтан хэт-трик істеген футболшы тарихта бірінші жалғыз. 3 гол салып, кім секілді Лукаку. Лукаку Ромада қалса енді білмеймін. Конте барса екен, Асимканды жібереді, одан кейін ПСЖ. Франция. Бұл жерде енді Баппе жоқ, актив кетті. Енді қызық емес па сонда? Жоқ, Макдональдс лига деймін, қалай айтылады биылдан бастап. Макдональдс келді ғой. Көбісі отмена берді дейді анау тарелкалардан. Ешкім қарамайтын ғой. Оларда просто не ғой, негізі андай да, шейх ақшасы көп болса, тағы бір команданы ар жақтан шығарып, екеуін конкуренция ойнату керек. Искусственный конкуренция бере ме? Ананы алып алып, ол бәрі шығарады, бәрі. Жоқ, қазір ПСЖ командасы бар ғой, Испанияға көшу керек. Испания чемпионы ойнайды. Көше алмайды ғой. О, сонда Ла Лига көтеріледі де. Көше алмайды олар енді. Бұл жақтан белгілі, Мбаппе кетсе де, жаңағы Дембелердің кетсе де, бәрі ПСЖ чемпион. Қалған клубтардың әл-ауқаты бөлек қой. Сол жерде, сол үшін бұл клубтарды аса талқыламау қойып, өйткені Францияда қазір түсінікті чемпион ол ПСЖ. Енді қысқаша жігіттер тизер, Олжас жәнегі топ 5 лиганы айттық, сен чемпиондан әрбір лигада. Сол соңында егер шығып кетсе не болады? Шығып кетсе, саған респект болады. Элдардың атынан бір бонус. АПЛ-да Арсенал, Қызық. Реал Испанияда, ПСЖ Францияда, Германияда Бавария, Харри Кейн, братан, уайымдама, бәрі жақсы болады. Интер Италияда. Ербол. Италияда Интер, Испанияда Реал, Англияда Сити, Германияда Байер, Францияда ПСЖ. Тура семен келсем, бірақ Германияда Боруссия, Менхель, Гладбах деймін, Бавария. Жоқ, бұл жерде Сити, Бавария, Интер, ПСЖ және де Реал Мадрид. Осы Чемпиондар лигасы ше? Чемпиондар лигасы форматы біріншіден өзгереді. Формасы бөлек болады. Дегенмен кейін сол баяғы схемаға көшеді ғой. Плей-офф болады. Жарайды анау слабый әлсіз командалар шығып кетеді болды. Кейін қайтадан басталады ғой. Олимпиялық жүйе. Сити болатын сияқты. Сити ма? Гвардиоланың соңғы маусымда. Реал болсын анау. Мбаппе келді ғой қанша дегенмен. Вот именно вот Мбаппе келді, енді олар қиналып барып болады ертең. Меніңше солай кезінде Криштиану Роналдо 2009-да келді. Орын таба алмай жүрген. 2014-те болды, 5 жылдан кейін, бірінші чемпион болған кез. Алтын доп кім алады? Осы жылы ма? Алтын допты жоқ. Беллингем алады шығар. Начо деп отыр. Начо? Карвахаль ғой. Карвахаль деп отыр. Карвахаль болсын, жарайды. Неге? Лайық. Кезінде Снейдерді жақсы ойнады. Ертең суперкубок алады ғой. Тағы да бір титул қосады өзіне. Беллингемге де қосылады. Бірақ Беллингем шайды ғой. Еврода қалай шайды? Финалға дейін апарды. Финалға шығарды ма? Енді через себя салғанда. Мықты ойнады ма? Реалдың ойынын салыстыршы.
енді Англияда сол ғана ойнады ғой. жарайды. Англия шірітті ғой жалпы вообще финалға неге дейін, полуфиналға дейінгі ойындар. Не гол ұрмай, Беллингемнің не гол командаларға болмағанда Словакияны өте алмаушы еді ғой, болды дамой. Ол Карвахаль лайық не ғой енді. Карвахаль. жүрегі ауырды ғой кезінде. Бойы кішкене Байерде ойнады. Есімде Байерде ойнап, әзер Байерға жіберді оны бір рет Реалға жалға. жіберді. Мауриньо менсінбеді оны. Қайдадан шықты, 32 жасында финалда гол ұрды. Неше Карвахаль лайық. Кезінде ана Канавара қорғаушылардан соңғы рет алды ғой, алтын допты. Енді содан кейін қорғаушылар алған жоқ қой. Канаварада ол еще кезде не болды ғой. Артистизм жоғары болды. Карвахальда ондай Мафия сияқты. бар ғой енді. Актер сияқты. Харизмасы болды ғой. Харизмасы болды. Карвахальдың харизмасы бар. Анау Ламин Ямальды кім қолдады? Оң қапталда. Сол ғой Карвахаль. Карвахальдың уже самайына ақ түсіп, кәдімгі фермер ұқсап қалған ғой бәші. Енді мысалға ондай жерде алтын доп андайларға береді енді қазір. Мына жақтан бастайды жастардан. Искусственный кәдімгі шығарады ғой. Не қып ше? Конкурент қып бір-біріне кезінде жасады ғой. Кришмен. Мессиді. Енді Мбаппе мен Ямалды жасауы мүмкін сондай-сондай ғой, короче. Сол себепті мен ойымша Беллингем болады деп ойлаймын, алтын допты алады деп ойлаймын. Мен Винисиус деп ойлаймын. Меніңше кім анау жастарды алсаң, мысалы, Ямаль, Фоден, Мбаппе, Беллингем. Холланд, вот. Солар ғой. Қазірдің басында, анау Криштиану Роналду мен Месси болғанда, қазір Холланд пен кім Мбаппе болады. Холланд болмайтын несі не ғой ол, видишь, ол Норвегияда ойнайды ғой. Сборный. Сборный подхватит ететін жетістігі жоқ. Ол жақтарына да қарайды олар. Әлем чемпионатына шығарса, мысалға, бұл келесі жыл, шықса даже топтан шықпайды ғой, по-любому. Бірақ бір жағынан қарасаң, олардың құрамдары мықты ғой, Сөрлет, Холланд, Эдегор бар, иә. Жетпей ма? Нормально. Нормально. Регулациямен шығып кетеді. Кім біледі, көреміз енді. Рахмет достар, бүгін осындай талқы керемет болған, шықты. Жалпы Ербол Қайыров, Олжас Байбосын. Құрметті достар, міндетті түрде Спорт Пульс YouTube арнасына жазылыңыздар. Жалпы біздің Telegram, Instagram, басқа да әлеуметтік желілерде астында ссылка болады. Соған міндетті түрде өтіп, керемет жаңалықтарды аласыздар. Осымен біздің подкаст аяқталды. Европалық футбол 15 тамыз күні Реал Аталантаға қарсы ойнайды. УЕФА суперкубогы керемет футбол маусымын күтеміз.